Тарихтағы ең қысқа соғыс небәрі 38 минутқа созылған бұл соғыс 2 күн ғана билеуші болған адамға қарсы ашылған. Түсіндірейін. 1896 жылы 27 тамызда Британия мен Занзибар арасында ең қысқа соғыс болған. Занзибар Шығыс Африкадағы арал мемлекет. Сол заманда Британияның бұл аймақтағы ықпалы зор болған, себебі Занзибар маңызды сауда орталығына айналған түседі. Халид ибн Баргаштың билікке келуі Британияның бұл аймақтағы үстемдігіне қауіп төндірді. Сондықтан Британия Халид ибн Баргашқа ультиматум қойды. Ол тақтан кетуі керек еді. Бірақ ол бас тартып, осының нәтижесінде соғыс басталды. Британия өз флотын Занзибарға жіберді. Олар қаланы атқылап, тез арада сұлтанның әскерін жеңді. Сұлтан сарайы толығымен жойылды, ал оның әскері қашуға мәжбүр болды. Бар болғаны 38 минутта Халид ибн Баргаш жеңіліп, Германия консулдығына барып жан сауғалаған. Британия жаңа сұлтан тағайындап, соғыс аяқталды. Соғыстан кейін Занзибар Британияның толық бақылауында қалды. Британия Занзибарды өз колониясы ретінде басқарды, және бұл жағдай 1963 жылға дейін жалғасты. Сол жылы Занзибар тәуелсіздік алған еді. Тарихтағы ең қысқа соғыс осылай аяқталған еді. Бірақ бір сұрақ туындайды. Британияның бұл әрекеті қаншалықты әділ еді? 38 минуттың ішінде бір елдің егемендігін бұзып жіберу қаншалықты әділ, қалай ойлайсыз? Осындай оқиғалар қызық болса, әшкере деп аталатын Telegram арнамыз бар. Оған жазылып қойыңыздар, біз қызық деректерді жазып отырамыз.